Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз өте дәмді және оңай жасалатын алмадан дайындалатын бәліштердің бірі шарлотка дайындайтын боламыз. Бұл үшін арнайы ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып салып аламыз. Содан соң қант себеміз, ванилин қосамыз. Енді осылардың барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Шамамен 3-4 минут қант еріп, жұмыртқа ағарғанша осылай араластыратын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұн саламыз. Қосытқыш салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жолы миксермен емес, лопаткамен немесе осылай қасықпен араластырсаңыз болады. Енді бізде осындай қою қамыр пайда болады. Енді осы қамырға сұйық май құйып, тағы да шамалы 1 минутта араластырып жіберсеңіз болады. Содан соң ыстық сүт құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Шамамен 3-4 минут кетеді. Сонда біздің қамырымыз осылай біркелкі қою масса болып шығады. Енді арнайы формаға пергамент қағазын төсеп, оның үстінен осылай бірнеше бөлікке бөлінген алмаларды дәл видеодағыдай тізіп шығамыз. Содан соң корица мен қант араластырып, осы алмалардың үстіне жаңағы корица мен қантты себеміз. Содан соң жаңағы сұйық массамызды құямыз. Тегіс қылдыру үшін кішкене қолыңызбен сілкілеп жіберсеңіз болады. Содан соң үстінен тағы да бірнеше бөлікке бөлінген алмаларды осылай тізіп шықсаңыз болады. Тағы да жаңағы артылған корица мен қантты сеуіп шығамыз да қызып тұрған пеште шамамен 45-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің шарлоткамыз дайын. Енді формасынан шешпес бұрын жан-жағын осылай лопаткамен босатып алсаңыз болады. Осымен біздің толықтай шарлоткамыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар.